Өзіңіздің энергияңызды көтеретін нәрсені білгіңіз келсе, қай зат екенін білмесеңіз, онда сізге мына бір әдісті қолдануға кеңес беремін. Ол әдіс өзіңізге бір 3 сұрақ қойыңыз. Ол мысалға мынандай: бірінші сұрақ, менің энергиямды не нәрсе көтереді? Кемінде 5 нәрсені жазыңыз. Одан кейін нақты жазыңыз да. Одан кейін екінші сұрақ, менің энергиямды не нәрсе алады деп өзіңізге сұрақ қойыңыз. Тоже ол жерге де 5 кемінде болған 5 нәрсені жазып қойыңыз, энергияңызды алатын. Ал одан кейінгі үшінші сұрақ сіздерге дәл осы аптада, дәл осы бүгін мысалға, или же осы айда, бірақ енді ертерек қойғаныңыз дұрыс та. Осы аптада мысалға менің энергиямды не көтереді? Ол қандай амалдар, қандай іс-әрекет менің энергиямның жоғарылауына әсер етеді деген сұрақты өзіңізге қойып, сол сұрақтарға шынайы жауап беріп, ішкі шынымен сезімдеріңізбен бөліскен кезде ішіңіздегі түкпіріндегі ойлар шығады. Сол ойларды көрген кезде сіздер ойлайсыздар: мә, мынау шынымен мынандай екен, андай екен. Сіз өзіңіз ойламаған даже сондай бір жаңағыдай шынымен де деп уже қай ісіңізге күшті нәрсе әрекет әсерін беретін, ал қай бір іс сізді энергияңызды түсіріп, көңіл күйіңізді түсіретінін өзіңіз білетін боласыз. Ода уже наглядно көресіз да, жазғаныңызды көресіз, оқисыз, деп уже ой түйесіз. Одан кейінгі үшінші сұраққа жауап берген кезде кішкене ойлану керек болып тұр. Ол кезде шынымен сіз не істей аласыз? Шынайы түрде жауап беру керек, өйткені ол сол аптада өзіңізге сөз берсеңіз істеу керек нәрсе. Сонымен шынайы бөлісесіз, көресіз, өзіңіздің ішкі сезімдеріңізді тыңдайсыз. Сол кезде сіздің айтқыңыз келген, сіздің энергияңызды көтеруге шынымен де көмектесетін бір іс-әрекеттер шығады. Мен де сол әдісті қазір ғана қолданып болып отырмын. Күшті. Маған эмоция жаздым, өзім жаңағы не жақсы энергиямды алатын жаздым да, үшінші сұраққа келген кезде ойландым. Ол кезде менің шыққан сөздер, ол мен ютубқа видео салғым келеді екен, сол маған энергия сыйлайды екен деп деген сөз шықты. Және де бір ән жазғым келеді екен. Қазір оны жазайын деп отырмын. Қызым телефонын алып көріп жазам, Құдай қаласа. Сіздер де солай көріңіздер. Мен қазір осы ютубқа салу керек деген сөзді жерге тастағым келмей, сразу видео түсіріп салып тастадым. Енді шортсқа осымен бөліскім келіп тұр. Көріңіздер осы әдісті қолданып. Сіздерге сәттілік тілеймін. Көп рахмет.